Алла тағаланың жәрдемінен асқан жәрдем бар ма? Алланың достығынан артық достық бар ма? Әдейі мысал келтірем, көп айтам бұл мысалды. Бір күні Ибрахим Адхам деген бір кісі туралы мысал айтады. Патша болған дейді ол кісі. Сол бір күні, бір түнде ғана орнынан тұрып патшалығын тастап кетіпті. Орнына патша болған адам патшалыққа келеді. Көреді қандай тамаша дүние, қандай тамаша патшалық. Бірақ неге патшалығын тастағанын түсінбей, мына кісіні табыңдар десе, көлдің жағасында, өзеннің жағасында киімін тігіп отыр. Келсе өзі келсін деп жатыр дегесін алдына патша барады. Сөйтіп Ибрахимнен сұрайды: "Уа құрметті алдияр тақсыр, бұл патша болған ғой түбі. Бұл патшалығыңыз қандай ұлы патшалық, мен соған еге болдым сіздің орныңызға келіп. Неге тастадыңыз бұл патшалықты?" дегенде мырс етіп күліпті дейді. "Осы да патшалық па?" деп. "Ал, мықты патша болсаң, мынаны алшы" деп қолындағы инесін суға лақтырыпты дейді. "Әперші мынаны" деп. Сөйтсе басын шайқайды дейді. "Енді ағып атқан су ішінде ине жатыр, оны қайдан табасын? Ол қиын ғой" деп. Сөйтсе, "Ей, Алланың құлдары, әперіңдерші" десе, бір балық аузында сол инені тістеп шығыпты дейді. Шын патшалық Алланың досы болу. Шын патшалық бұл жайнамаздың үстіндегі патшалық. Шын патшалық бұл сіздің ораза тұтып, аузыңызды ашып отырған дастархандағы патшалық. Шын патшалық бұл Қағбаны айналып жүргендегі ләббәйк Аллахумма ләббәйк. "Ей Раббым, Раббым, айт маған, бұйыр маған, мен сенің есігіңнің алдына келдім" деген нағыз патшалық сол патшалық болады. Нағыз патшалық деген бүкіл әлемнің патшалары менің күнім не болады, есебім не болады деп қиналып тұрған кезінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның туының жанында тұрып, кәлима айтып, "Я Аллахым" деп жәннатқа кіру болады. Нағыз патшалық деген пайғамбарлардың өздері менің жағдайым не болады дегенде Алланың аршының саясында тұрып, ешқандай толғау толғамастан, қайғы қайғырмастан тұрып, жәннатқа кіру болады. Жәннатқа кіріп соның сусындары менен жемісі, соның рахатына бату болады.